Қайырлы күн, каналға қош келдіңіздер. Мен Ақтар Бейсенбайқызы. Бүгін сіздермен 5-ші сынып жалпы ағылшын тілінен 3-ші тоқсан ТЖБ-ны қарастыратын боламыз. Алдағы уақытта ПЖБ, ТЖБ және мектептің программасына байланысты сабақтар салатын боламын. Сіздер мына каналға подписация етіп, все батырмасын басып қойыңыздар, сонда сіздерге салған дүниелердің барлығы уведомление болып баратын болады. Ал кеттік онда. Жалпы білесіздер, ТЖБ 4 тағыдан тұрады. Біріншісі тыңдалым, оқылым, жазылым және айтылымнан. Ең біріншісі бізде listening, тыңдалым. Listen to the recording and write the name of each room in the correct place on the floor plan. You will listen to the recording twice. Сіздер тыңдалымды 2 рет тыңдайтын боласыздар. Жалпы мына бізде floor plan, осы жерге дұрыс месталарды қойып шығуымыз керек болады. Міне бір мында басталады. 1, 2, 3, 4 and 5. Сіздер тыңдайсыздар. Тыңдап болған соң мына бөлмелер қандай бөлме екен жазып шығуларыңыз керек. Қазір бір үлгі ретінде сіздерге тыңдалымның версиясын оқып берейін. Немесе описание бөлімінде қалдыратын боламын описанияда. Қазір бірден осы тыңдалымның жауаптарын жазып алыңыздар. Ең біріншісі бізде hall, екіншісі lounge, үшіншісі dining room, төртіншісі bathroom, ал бесіншісі kitchen. Описание бөлімінде тыңдалымның транскриптін қалдыратын боламын. Ал қазір сіздермен reading, бізде read the text and complete the sentences using the words from the box in the correct form. Оқылымның тақырыбы Dolphin Dreams. Are you looking for the perfect holiday? Сіз керемет демалысты тағатсыздана, шыдамсыздана күтіп жүрсіз бе деген сұрақ өте оңай. Тапсырмасы мына жерде қораптың ішіндегі сөздерді дұрыс формаға өзгерте отырып қоюларыңыз керексіздер. Бірден тапсырмаға көшеміз, я. Dolphins aren't ugly, they are beautiful. То есть қараңыздар. Мына жердегі қораптың ішіндегі сөздерді көшіріп қана қоймай, оларды дұрыс морфологиялық тұрғыға өзгертуіміз керек. Dolphin Dreams is a perfect holiday. We take people in our boats and we visit dolphins in the sea. You can swim with beautiful dolphins. Do you know? Келесі, dolphins aren't dangerous. They are very friendly. They love playing with the people. Dolphins can't breathe underwater, but they can stay underwater for about 15 minutes. Дельфиндер қандай? Олар опасны емес, қауіпті емес, олар өте досшыл, я? Олар адамдармен ойнағанда жақсы көреді. Dolphins, олар судың астында тыныс ала алмайды, бірақ олар судың астында 15 минутта жүре алады екен. Dolphins live in families. Дельфиндер отбасыда тұрады. Яғни отбасымен бірге тұрады. Dolphins have names. Their names are special sounds. They use the sound to call their friends and family. Дельфиндердің өз есімдері бар. Олардың есімдері ерекше дыбыспен беріледі. Олар сол дыбысты қолданады екен өздерінің достарын, отбасыларын шақырған кезде. Dolphins can't live in polluted water. Олар ластанған суда өмір сүрмейді екен. But a lot of sea is polluted. Бірақ көптеген теңіздер қазір қандай? Last дейді. We want to make the sea as clean and a safe place for dolphins. Яғни біз не істейміз? Теңіздерді осы дельфиндер үшін тазалағымыз келеді, оларға бір қауіпсіз орын дайындағымыз келеді дейді. Жалпы мен қазір сіздерге мәтінді оқып аударып бердім, ал енді мына жерде дұрыс жауап беруіміз керек. Мысалы, dolphins aren't ugly. Дельфиндер қандай? Құбыжық емес, түр ужас емес, олар әдемі. Dolphins can't жауабы beautiful. Мына жерде beauty делінген, бұл әдемілік деген сөз. Біз beauty деген сөзден сын есім жасадық. Beautiful болды. Dolphins can't live in polluted water. Дельфиндер ластанған суда өмір сүрмейді. Олар қандай суда өмір сүреді? They live in clean water. Dolphins are safe. They aren't dangerous. Дельфиндер қауіпсіз. They aren't. Олар
опасно емес, қауіпті емес, яғни dangerous ол қауіпті деген сөз. Келесі, dolphins are not aggressive, they are friendly. Дельфиндер агрессивный емес, олар досшыл. A lot of sea isn't clean, it is polluted. Көптеген теңіздер, олар таза емес, олар ластанған. Яғни мына сөздерді өздеріңіз сандыққа салып алыңыздар. Beautiful әдемі, clean таза немесе тазалау, dangerous опасный қауіпті, friendly досшыл, polluted ластанған. Міне жауаптары осы екен. Ал кеттік, келесі бізде writing. Writing тапсырмасы қалай? Think about imaginary place you would like to live, describe it. The following questions will help you. Сіз ойлаңызшы, көз алдыңызға елестетіңіз, қайда тұрғыңыз келеді және оны сипаттап беріңіз дейді. Келесі сұрақтар сізге көмек береді. Қараңыздар, сіздер шынайы қайда тұрғыларыңыз келеді? Соны сипаттаңызшы. Және сол сипаттау үшін мына сұрақтар реттілікті білдіреді. Реттілікпен әдемі жазуға көмек береді. Енді мен өздеріңіз таңдаңыздар, қайда тұрғыларыңыз келеді. Мен примерно Алматы деп алдым. Өзім негізі Шымкент қаласында тұрғандықтан, мен Алматы қаласында тұрғым келеді дегенді сипаттадым. Сізге, яғни сіздің 5-ші сыныптың деңгейіне байланысты. Мына сұрақтардың барлығына қамтылған. Оқып өтейін. The name of place is Almaty. I like this place because it is beautiful, clean, and a mountainous city. The weather is wonderful. It is cool and warm in spring and autumn season. It is not so cold and hot in winter and summer. I like especially the weather here. There are a lot of skyscrapers, a lot of skyscrapers, houses, buildings, shopping malls, and entertaining centers. Also clean and amazing parks. We can go to different places like Бау, like Большое Матинское озеро, Чарын Canyon, and the Коктебе. We can relax, enjoy beautiful natural atmosphere, and spend time with your family in a good mood. Деген сияқты мен өзімнің пікірімді жаздым. Яғни мына жердегі сұрақтардың барлығына жауаптары қамтылған, иә? Мен ойлаймын, сіздерге өте түсінікті болды деп. Егер сіздер, мысалы, шетелде жасаңыздар болады, Қарағанды, Бурабай, Шымкент, немесе Нұр-Сұлтан деп өздеріңіздің қалаған қалаңызды жасаңыз болады. Ал бізде білесіздер, 4-ші дағды, ол бізде speaking, айтылым дағдысы. Бұл жерден 4 карточка сізге беріледі. Music, reading books, art, poem. Сіздер осы жерде бір топикті таңдап, сол сұраққа жауап бересіздер. Негізі өзіңізге ұнаған бір топикқа дайындалсаңыз болады. Немесе 4-іне дайындалып барып, билет ретінде таңдайтын болсаңыз, тек ішіне біреуіне жауап бересіз. Сондықтан дайындалыңыздар. Мен сіздерге үлгі ретінде осы жерде reading books-ты алдым. Осы сұраққа жауап беріп кеттім. How often do you read books? I like reading books. I read 3 or 4 times a week. Яғни қаншалықты жиі сіз кітап оқисыз? Екінші сұрақ. When do you normally read books? Сіз әдетте кітапты қай кезде оқисыз? I usually read in my bed and during the evening. Мен әсіресе кешке, кереуетінде жатып, рахаттанып отырып оқимын деген сөз. What's your favorite book? Сіздің сүйікті кітабыңыз қандай? My favorite book is Harry Potter. I try to read in English language, in English language деп қалдырайын, сіздерде кішкене қосымша болсын. To upgrade my English. My English тек ағылшын тілімді дамытқым келгендіктен мен Гарри Поттерді ағылшын тілінде оқимын. Next. I like my келесі сұрақ бізде. Келесі, where do you like reading books? Сіз қайда оқыңыз келеді кітапты, I like my place because I feel comfortable. I read it usually in my bedroom. Мен әдетте өзімнің жатын бөлмемде оқимын. I like my place because I feel comfortable and cozy. I feel comfortably болады. Мен өзімді
үстеу ғой. Мен өзімді жақсырақ, удобно және уютно сезінемін. Сондықтан маған өзімнің үйім, өзімнің бөлмем ұнайды деген секілді. Ал достар, осымен біз бүгін 5 сынып бойынша тжб-ны аяқтадық. 3-ші тоқсанның тжб-сын сіздерге сабақ пайдалы болса, комментарий бөліміне өз пікіріңізді қалдырыңыз, сұрақ болса сұрағыңызды қалдырыңыз. Міндетті түрде достарыңызбен бөлісіңіз, егер сізге жауап ұнаған болса. Тек қана жауаптарын көшіріп қана қоймай, менімен бірге анализ жасадыңыздар. Егер сіздер каналды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге сәттілік. Келесі тжб-ларда жолыққанша.